Асқазан жарасы кезінде, язвенный болезнь деп айтамыз, асқазандағы гастрит кезінде осы чаганы ішсеңіздер болады. Өйткені антибиотиктермен көптеген адамдар емделе алмайды, сондықтан да осы чаганы ішіп, асқазаным жақсы болды деген отзывтар өте көп. Ал енді асқазан жарасы кезінде чаганы ішу қаншалықты дұрыс, ол ғылыми зерттелген жоқ қой деген сұрақтар айтылады. Жоқ, бұл ғылыми зерттелген, яғни СССР уақытында СНГ-де бұл зерттелді және де өзінің оң нәтижесін көрсетті. Енді ол кездерде шынымен адамның денсаулығына жұмыс жасайтын, қазіргідей емес, өйткені Европада ол зерттелген жоқ. Неге зерттелген жоқ? Потому что көп қаражат қажет етеді, яғни чаганы зерттеу. Ал оны сату өте арзан. Сондықтан да бұл невыгодно. Оның орнына қымбат дәрілер зерттеп, соны шығарып, соны сату оларға выгодно и бұл бизнес. Енді чаганы қайдан аламыз дейтін адамдар болса, бұны біз аққайынан аламыз, немесе соны дайындай алмайтын болсаңыздар, аптекалардан алған дұрыс, немесе шөп сататындардан. Негізі сол сатып алған дұрыс, өйткені чаганы бұны күтіп, кептіру өте кішкене сложный нәрсе. Сондықтан да аптекадан аласыздар. Және дайындау әдісі суға қайнатып, күніне 6 рет ішсеңіздер болады, немесе 3 ретте ішетін әдістері бар, 100 граммнан, 50 граммнан. Ал егер бұны қайнатып дайындай алмаймын дейтін болсаңыздар, аптекада бифунгин деген дайын түрлері бар. Бұл енді кәдімгі березовый неден талдың чагасынан жасалған сироп болып табылады. Оның сыртында жазылған күніне тамаққа дейін 30 минут бұрын күніне 3 рет ішіп отырсаңыздар болады. Немесе бұны ішу уақыты қанша деп сұрақ қоятын болсаңыздар, бір ай арасын үзіп отырып ішесіздер. Мысалға бүгін бір ай іштіңіздер, содан кейін бір ай демалып, қайтадан бір ай ішесіздер, сөйтіп 6 айға дейін созу керек болады. Көптеген азып кеткен адамдар бар, жалпы асқазан ауырып жүріп, сол кезде осы чаганы ішетін болсаңыздар, сіздерде кәдімгідей салмақ қосыла бастайды. Сондықтан да өздеріңіз дополнительно интернетте немесе кітаптардан чага туралы ақпарат алып, оқып көріңіздер.